Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен елдердің саяси типологиясы туралы әңгіме етеміз. Жалпы елдердің саяси типологиясы дегеніміз не? Дүниежүзі елдердің басқару формасы мен мемлекеттік құрылымы бойынша топтастыру дегеніміз. Ал басқару формасы дегеніміз жоғары мемлекеттік биліктің ұйымдасу формасы. Ал мемлекеттік құрылым дегеніміз мемлекеттің аумақтық ұйымдасу формасы. Жалпы біз сіздермен дүние жүзінде халықаралық деңгейде танылған мемлекеттерді, тәуелсіз мемлекеттерді басқару формасы бойынша екі үлкен топқа топтастырамыз. Яғни саяси типологиясы бойынша. Немесе мен сіздерге түсінікті болу үшін жазайын. Яғни жаңағы халықаралық деңгейде танылған мемлекеттерді, тәуелсіз мемлекеттерді басқару формасы бойынша үлкен екі топқа жіктейміз екен. Ол бірінші монархия, екіншіден үлкен тобымыз ол республика. Енді әрине біз сіздермен бірінші бөлімі монархия туралы қарастырайық. Жалпы монархия дегеніміз не? Біз монархия сөзіне көптеген ассоциация айтайық. Жалпы монархия дегеніміз грек тілінен аударғанда дара билік деген мағынаны білдіреді екен. Яғни жоғарғы мемлекеттік билік ұрпақтан ұрпаққа ауысып отыратын биліктің түрі екен. Немесе басқару формасы деп айтуға болады. Жалпы монархия бұл басқарудың ежелгі түрі. Міндетті түрде жаңа айттық, өкімет билігі ұрпақтан ұрпаққа мирас болып беріледі екен. Және монархияны басқаратын адамдарды біз император, герцог, князь, король, сұлтандар басқарады екен. Жалпы дүние жүзі бойынша балалар 29 монархия бар екен. Саны 29 екен. Жалпы оны егер біз жіктейтін болсақ, Азияда кейінірек картамен жұмыс жасап үйренеміз, Азияда 12 мемлекет монархия екен. Европада, балалар кешірім сұраймын, Азияда 13, Европада 12, Африкада 3 және мұхиттық аралдарда балалар біреу екен. Ол Тонга корольдігі болып табылады. Енді жалпы санына келетін болсақ, жаңағы корольдіктер 18 екен, 3 әмірлік, 3 князь, 2 сұлтандық, 1 қалалық папалық қала мемлекет, Ватикан екенін білеміз, 1 герцог, 1 империя бар екен. Жаңағы осыларды жіктейтін болсақ. Жалпы монархияны өзі басқару формасы бойынша балалар біз үлкен екі топқа жіктейміз. Олар бірінші конституциялық монархия, екінші абсолюттік монархия. Міне. Ал енді бұл екі монархияның түрлерінің ерекшелігі неде? Конституциялық монархияда балалар монарх билігі мемлекеттік конституциямен шектелген екен. Яғни белгілі бір заңмен, Мысалы біз оған дамыған мемлекеттердің ішінде Ұлыбритания, Жапония, Швеция, Норвегия мемлекеттерін айталсақ, дамушы елдердің ішінде Лесотода конституциялық монархияға жатады екен. Яғни ол жерде билік мемлекеттік конституциямен шектелген. Керісінше, абсолюттік монархияда атқарушы билік тек монархтың толық басқаруында болады. Оған Біріккен Араб Әмірлігі, Катар, Кувейт, Оман, Бахрейн сияқты мемлекеттерді айталамыз. Осы абсолюттік монархия балалар теократтық деп бөлінеді екен. Теократтық монархиялық мемлекеттер ерекшелігі оның басында, мемлекеттің басында діни адам болады екен, ерекшелігі. Бізде дүниежүзілік саяси картасында Бруней сұлтандығы, Сауд Арабиясы және балалар жаңағы папалық қала мемлекет Ватикан теократтық монархия болып табылады екен.
түсінікті деп ойлаймыз. Яғни абсолюттік монархиялар ол теократтыққа жіктеледі екен. Немесе біз Сауд Арабиясында абсолюттік монархиялық мемлекет деп айта береміз. Яғни бұл басқару формасы бойынша монархияның жіктелуі екен. Енді біз сіздермен республикаға келейік. Жалпы республика дегеніміз не? Латын тілінен аударғанда бұл қоғамдық іс деген сөзді білдіреді мағынаны. Республика дегеніміз жоғарғы мемлекеттік билікті белгілі бір лауазымға сайланатын, яғни бір мерзімге сайланатын органдар атқаратын басқару формасы. Дүние жүзінде тәуелсіз мемлекеттердің көбісі республика болып табылады, және ол жерде заң шығаратын ең жоғарғы өкілетті орган ол парламент болып табылады. Жалпы мемлекет басшысын халық сайлайды. Дүние жүзінің саяси картасында 166 мемлекет республика болып табылады екен. Яғни 166 мемлекет. Республикаларды балар әкімшілік аумақтық құрылымының негізгі екі үлгісі бар. Яғни біз оны унитарлы республика, және федерациялық республика деп бөлеміз. Енді бұл басқарудың әкімшілік, яғни аумақтық құрылымның екі үлгісінің айырмашылығына тоқталайық. Унитарлы мемлекет дегеніміз қандай мемлекет? Яғни әкімшілік аумақтық бірліктер орталық үкіметке бағынатын және бүкіл аумағында ортақ заң жүзеге асатын мемлекеттерді унитарлы мемлекеттер деп айтамыз. Мысалы, біздің өз еліміз Қазақстан Республикасы, тағы біз Францияны мысал қылып айта аламыз. Бұған Италияда мысал болады. Және балалар, жаңа біз айтқан конституциялық монархиялық Ұлыбритания, Жапония сияқты монархиялық мемлекеттер де унитарлық бола алады екен. Өйткені бүкіл аумағында белгілі бір заң айтылады. Яғни ол мемлекеттерді мен мысал қылып жазып қояйын. Міне, унитарлы, яғни бүкіл аумағында ортақ заң жүзеге асатын құрылым болып табылады екен. Екінші федерациялық республика. Федерация деген сөздің өзі балар латын тілінен аударғанда одақ немесе бірлестік дегенді білдіреді екен. Яғни федерациялық мемлекет дегеніміз белгілі бір саяси экономикалық дербестікке ие, бірақ мемлекеттік егемендігі жоқ аумақтардың одағы болып табылады екен. Жалпы 27 мемлекет федерация болып табылады. Федерациялық мемлекеттер енетін бірліктердің барлығын федерациялық субъектілер деп атаймыз. Енді 27 мемлекет әр дүние бөлігі бойынша саны әртүрлі екен. Мысалы, Европада біз Бельгия корольдігін, Германия федеративтік республикасын, Ресей сияқты елдерді мысалға келтіреміз. Әрине тағы басқа мемлекеттер бар. Азия бойынша Біріккен Араб Әмірлігі, Үндістан, Малайзияны айтсақ болады. Америка құрама штаттары бойынша Америка құрама штаты, Бразилия, Аргентина мысал болса, Африкада Нигерия, Судан, Эфиопия сияқты елдерді айтамыз. Ал Австралия және мұхиттық аралдарда Австралия одағы және Микронезия федерациялық штатын айтуға болады екен. Яғни олар әрбір дүние бөлік бойынша федерациялық мемлекеттерге мысал бола алады. Жалпы федерациялық мемлекеттерді біз ерекшеліктеріне қарай ұлттық этностық ерекшелігі бойынша бөлсек болады екен. Оған біз Ресей, Үндістан, Нигерия сияқты мемлекеттерді жатқыза аламыз. Ал мемлекеттің қалыптасу барысында тарихи географиялық факторлар әсер еткен федерациялық мемлекеттер ол Америка құрама штаты, Канада және Бразилия мемлекеті мысал бола алады екен. Ал енді жалпы сіздер білесіздер, Америка құрама штаты федерация, солтүстік Америка құрлығында орналасқан, немесе Америка дүние бөлігінде орналасқан. ақш 50 штаттан және Колумбия федеративті округінен тұрады. Және оларда жаңағы
толық заң, және әрбір штатты өзінің заңдары бар. Сондықтан біз Америка құрама штаттарын федеративті республикаларға мысал етіп қарастыруымызға әбден болады екен. Федерациялық мемлекеттерде балар ең ірі қаласы оның астанасы болмауы да мүмкін. Мысалы, Америка құрама штаттарының астанасы Вашингтон болса, оның ірі қаласы Нью-Йорк. Яғни басқа федерацияларда сондай әрекетті қарауға болады. Австралия одағы астанасы Канберра, ал ірі қаласы Сидней екен. Яғни федерациялық республикалардағы ең ірі қала оның астанасы деген пікірден аулақ болу керек екен. Жақсы балалар, бүгін біз сонымен жалпы дүние жүзіндегі тәуелсіз елдердің басқару формасымен таныстық. Яғни саяси типология бойынша олар монархия және республика болып бөлінді, және біз оларға мысал келтіре алдық. Сіздер бұл тақырып түсінікті болу үшін міндетті түрде саяси картамен жұмыс жасап, аталған мемлекеттердің федерация болсын, монархия болсын, картадан географиялық орын анықтап жұмыс жасауларыңыз керек. Егер сабақ түсінікті болса, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше.